Сәлем достар. Алдымен менің арнама тіркеліп қоңыршаны басуды ұмытпаңыздар. Жолдасым екеуміздің шабытымыз ашылып, кешкі асқа балаларға тамақтың қасына фри әзірлеп жатырмыз. Ең алдымен картошкамызды ашып, оны сыртын тазалап жуып, ұзынша қылып турап аламыз. Біздер мына жерде 8 картошка аштық. 8 картошканы ұзынша қылып турап алдық. Турап дайын болған картошкаларымызды суға салып, аздап тұз қосып, бірнеше минутқа қалдырып қоямыз. Сол аралықта газге табамызға майымызды құйып, осылай дайындап аламыз. Тұзы сіңген картошкаларымызды таза құрғақ трәпкіге осылайша аламыз. Болмаса газетке барлығын жайып, суынан сорғықтырып аламыз. Болған соң майымызға салып, осылайша қуырамыз. Фреймізді бір батылға қуырып алып, екіншісін дайындап жатырмыз. Дайын болған фрейлерді ыдысқа салып алдық. Осылайша 3 батыл қуырдық біздер. 6 картошкадан 3 батыл фрей қуырып шығардық. Және кешкі асқа балаларға бердік. Балаларға қатты ұнады, өздері мәз. Жанына кетчуп салып жеп алдық. Бізге ас болсын. Тамашалағандарыңызға көп рахмет.